Сәлем, құрметті достар. Сіздермен Әсемнұр. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша бастауыш сыныпта қолданатын әдіс-тәсілдер. Әдіс-тәсілдердің түрлерін 6 кезеңге бөліп талдаймыз. Сабақты бастауға арналған әдістер. Үйге берілген тапсырмаларды сұрауға, қайталауға арналған әдістер. Тыңдалымға арналған әдістер. Айтылымға арналған әдістер. Оқылымға арналған әдістер, жазылымға арналған әдістер. 4 дағды туралы біліміңізді арттырғыңыз келсе, каналда видеосы бар, ссылкасын қалдыратын боламын. Сабақты қорытындылауға арналған әдістер. Сабақты бастауға арналған стартер әдістер. Сабақтың бас кезеңінде оқушылардың көңіл-күйін көтеріп жіберу үшін және бір-бірлеріне бойларын үйрету үшін стартер деп аталатын әдіс-тәсілдердің кейбірін қолдануға болады. Бұл әдістерді қолданғанда мұғалім өткен тақырып бойынша тапсырма бергені дұрыс. Сонда оқушылардың өткен сабақтағы білімін тез және оңай жолмен байқауға болады. Мысалы, ұшақ ұшыру, қар кесегі, артығын алып таста, сәйкестендіру, сөйлемді толықтыр, жоқ сөздерді тап, ыстық орындық, домино, білім ағашы, жұбын тап, карта, пазл, тағы да басқа көптеген әдістерді қолдану арқылы өткен сабақты қаншалықты меңгергендігін байқау қиын емес. Бұл әдістер кәдімгі үй жұмысын сұрау, яғни балалар ойнап отырып үй жұмысын толықтай айтып береді. Пазл әдісі. Әдебиет сабағына арналған пазлдар. Балаларға құрастыру үшін қиылып беріледі. Кез келген пәнге арнап жасап алуға болады. Тыңдалымға арналған әдістер. Тыңдалым дегеніміз өте маңызды тілдік дағдыны қалыптастырады. Медельсон мұғалімге оқушылардың білімін тексеруге емес, оның тыңдалым дағдыларын машықтандыруға баса назар аударуды ұсынған. Яғни, оқушылардың тыңдалым дағдысын шыңдау арқылы тіл байлығын арттыруға қол жеткізуге болады. Тыңдалымға аудио, видео, лекция, сұхбат, тағы да басқа жұмыс түрлерін қолдануға болады. Бұдан басқа көптеген әдіс-тәсілдерді келтіруге болады. Мысалы, автор орындығы, жұппен диктант, концерт көру, суреттер, монолог, бейнебаян, сыдырма, тағы да басқа. Тыңдалымнан оқушылар ақпаратты түсінуге, болжай білуге, сұрақтарға жауап беруге дағдыланады және тілдік қоры дамиды. Айтылымға арналған әдістер. Айтылым бірнеше мақсатта орындалады. Қатысу үшін сөйлеу, түсіндіру үшін сөйлеу, өз білімін байқату үшін сөйлеу, бағалау үшін сөйлеу, тағы да басқа. Айтылым дағдысын үйретуде жоспарлы түрде жүзеге асуы қажет. Айтылымда баланың сөйлеу тілі дамиды. Сондықтан әр сабақта айтылымға байланысты мынандай әдіс-тәсілдерді қолданған дұрыс. Блиц кездесу, дебат, мен кіммін, 3 қадамдық сұхбат, шындық па, жалған ба, немесе дұрыс па, бұрыс па деген әдіс. Егер мен, серпілген сауалдар, ақылдының 6 қалпағы, қар кесегі, жиксо, ыстық орындық, ақтерек, көктерек, сандық, логика. Оқылымға арналған әдістер. Оқылым белсенді немесе бейтарап болуы мүмкін. Яғни әңгімені түсініп оқу немесе көз жүгіртіп оқу. Бастауыш сыныптарда оқыту жылдамдығын арттыру деген бар. Ол жүгіртіп оқуға жатады. Мәтін ішіндегі цифрды немесе бір маңызды даталарды тауып алып оқу, жүгіртіп оқу жүзеге асады. Ал мәтіннің мазмұнын айту үшін оқуда түсініп оқу жүзеге асады. Оқылым бөліміндегі әдіс-тәсілдер мәтін бойынша сұрақ қоя білуге, мәтіннің идеясын, құрылымын анықтауға, мәтінге анализ жасауға негізделеді. Оқылымға мынадай: бір мәтінмен жұмыс әдісі тиімді. Сыныпты бірнеше топқа бөлеміз. Бірінші топ әңгіменің мазмұнын айтады. Екінші топ әңгімені зерттейді, мысалы антоним, синонимді табады. Үшінші топ
жоғары деңгейлі сұрақтар құрастырады. 4-ші топ әңгіме бойынша суреттер салады. 5-ші топ әңгімеге байланысты өлең құрастырады. Ескертетін жағдай: сыныпта бала саны аз болса, жұптарға бөлгенде дұрыс. Немесе кейбір тапсырманы алып тастап, өзіңізге қажет деп тапқан тапсырманы қосуыңызға болады. Жазылымға арналған әдістер. Жазылым әр сабақта жүзеге асатын қалыпты жұмыс. Оқушылар жазылымды күнделікті толтырғанда, сынып және үй тапсырмасын орындағанда, сондай-ақ құттықтау жазу, эссе жазу, хат жазу сияқты жұмыстарды орындағанда қолданады. Жазылым кезінде қатесіз жазу, оқып алу жазу, немесе өз ойыңды жазу, суретке қарап жазу және естігеніңіз жазу сияқты бірнеше түрлері бар. Жазылымға сөздік және көру диктанттары, шығармалар, тағы да басқалары жатады. Жазылым үшін әр балаға сыныптағы оқушылардың фотоларын таратып, сол оқушы арқылы қысқаша әңгіме жазуға тапсырма берген өте қызықты. Аялдама әдісімен де жазылымды ұтымды әдіс ретінде қолдануға болады. Автобустың артына сөйлемдерді жалғастырып, мәтін құрастыру ойынын өткізу өте тиімді. Сабақты қорытындылауға арналған әдістер. Қорытындылауға арналған әдістердің бір артықшылығы: мұғалім бөлім біткенде оқушылардың білімін қаншалықты меңгергенін байқауға болады. Пирамида әдісі соның бір айғағы болып табылады. Бұл бөлімде мұғалім үйден тыңғылықты дайындалып келуі қажет. Яғни, бөлімдегі тақырыптарға байланысты көптеген сұрақтар дайындайды. Суреттерді жеке қиып, үстел үстіне жайып қою керек. Әр оқушы өзіне ұнаған 4 суретті таңдап алады. Содан соң жұптасып, 2 оқушы суреттерін қосып, 4 суреттерін таңдап алады. Енді бұл жұп басқа жұппен бірігіп, тағы да суреттерін ішіне қосып, 4 сурет таңдайды. Таңдалған 4 суреттен мазмұны бар, қызықты постер құрады да, тақырып қойып, бір әңгіме немесе ертегі құрастырып шығарады. Бұл сіздерге белгілі әрине түймедағы әдісі, логикаға арналған тапсырмалар барлық пәнде қолдануға болады. Суреттердің астында жеке дөңгелектерді қиып, немесе барлық дөңгелектерді қиып бергенде, бала қайсысын қай жерге орналастыруды табады. Сіздермен болған Әсем Нұр. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.